Осы ютубта комментариялар бір түрлі. Жоқ, олар тым бір түрлі. Сонда олар мені осылардың бәрін оқиды деп ойлай ма? Жарайды ендеше оқып көрейік. Оның сәлемдескенінің өзі плагиат, ол King TM'нің плагиаты. King TM ол кім вообще? Ол өзінің подписчиктерін негрлер дейді, ол орысша түсіреді, бірақ ол орыстар қара емес. Ал мен қарамын. Плагиат емес, өйткені мен достар деймін, ол Ника дейді. Достар мен Никаның арасында өте көп айырмашылық бар. Өтірік монтаж ғой, 100% қой. Монтаж? Жоқ, шынымен де Темірланға таяқ жеп қалды. Темірді жамандама, өзің сондайсың. Жоқ, мен ондай емеспін. Плагиат. Плагиат? Менің қай видеомда плагиат көрдің, бро? Айтшы маған. Не үшін маған осындай заттар жазасыңдар, жігіт бролар? Сенің сәлемдесуің King TM'ге ұқсайды. Тағы да King TM? King TM деген ол вообще басқаша контент түсіреді, ал мен вообще басқаша контент түсіремін. Разница көрдіңдер ме? Тек қана ол WhatsApp деген сөз ұқсастық. Мысалы, кәдімгі сәлем деген сөз сияқты, бірақ WhatsApp. Көрдіңдер ме? Айырмашылық қандай көп. Монтаж ұрмаған хайп үшін жасаған өзімнің ойым. Хайп? Бұл видео менде 22к просмотр жинады. Бұл хайп деп ойламаймын. Кішкене емес. 100% фотошоп қой бәлі. Оттай береді екенсің ғой. Мен ба отта беретін? Түсіндірші, маған миды шіртпей. Басын қалай бастайсың, дым түсінбедім. Мен басын WhatsApp деп бастайын, бұл типа қалайсың, сәлем деген сөз, өшім. Сен видеоны скоростын жайға қойсаң, сөзін дұрыстап түсін оласың. Зайнуридин, маған пиар жасып келесі видеода. Сендер ма, қаншама адам маған өстіп пиар жасашы деген сөзбен келе береді. Мысалы, менде бұл өмірде де бар, яғни мен мектепте жүрем, яғни бір оқушы келеді да. О, сен ютубқа видео саласың ғой, бро, дейді. Я, мен ютубермін деймін да. Мен инстаграм парақшама реклама жасап берші, мен ВК-ма реклама жасап берші, мен ютуб каналым бар, реклама жасап берші. Егер де осы видеоны көріп атқан адамдар болса, сол маған сол реклама жайлы айтатқан. Мысалы, сен YouTube каналыңда бір өтірік Майнкрафттан, Free Fire'дан видео шығарсаң, мен реклама жасамаймын. Өйткені сен кәдімгі профессионал түрде блогингпен айналыссаң, мүмкін жасармын. No, видео түсіре алмайды. Қалай видео түсіре алмаймын? Мінекей мен видео түсіріп тұрмын. Сендер мен көріп отырсыңдар ма? Вот, значит, мен видео түсіріп тұрмын. 27 күні ұшақ құлады. Я білем, ұшақ құлады. Бұл не үшін маған жазып отырсың? Общем, бролар, дәл қазір біздің комментарий оқып біттік. Сіздерге рабочий столымды көрсетіп берейін. Өз каналымда тұрмын, аккаунтыма кірмедім. Жаңа ғана біз Темірлан болат жайлы видеодағы мышқа мынау видеоны. Осы видеоның астында комментарияларды оқыдық. Мінекей, менің рабочий... What? Нуридин, серьезно, сенің микрофоның чашкада тұр ма? Өйткені бұның, короче, стойкасы сынған, бұл стойкасы мынандай бір аяғы жоқ. Тұрмайды, короче, бұл стойкасы құртылып қалмаса, мынандай чашаға тұрғызуға тура келді. Мінекей осындай рабочий стол. Қазір мен видеоны монтаждан деп жатырмын. Қазір Sony Vegas-қа кіріп қойық, және мен Counter-Strike ойнаймын. Sony Vegas, менде видеоға деген папка бар. Осы жерде мінекей программаға кіріп қосақ, мінекей фото.